Hayırlı gün. Bugün men sizlerge mına tınaytkычтан keyin осы кыярымны кандай натижеге жеткенин көрсөтөмүн. Міне менің кыярым гүлдеп жатыр, түйнектеп. Міне күл мен йод, зеленка араластырған тынайткыч бар ғой. Мен осы кыярга куйганмын. Осы содан кейін. Оны бір-ақ рет куймайсыздар, гүлдеген кезде да куйылады ол. Әр 10-14 күнде құйылады. Міне менде мынандай гүлдеп жатыр. Бұл қияр негізінде бұл қазір жазын ортасы болып қалды. Бұл қиярдың піскені қашан, бұл түйін болып жатқаны бұл. Міне бұл бірінші оражай емес. Уже осы тынайткыч берген сайын осындай болады. Міне осы қазір мына жерде тағы көрсем, сосын нені көрсем, қызанақты көрсетем. Содан кейін тағы бірдеңке айта кетейін. Көп сұрақтар келуде. Мынандай менің қиярларым гүлдейді, бірақ түйнек жоқ деген. Оның себептері біріншіден мынандай гүлге байланысты ғой. Бұның аналығы, аталығы болады. Соны мынау менде аналық түрі. Аталық түрін қазір көрсетейінші, менде бар ма екен аталық түрі? Аталық түрі жоқ екен. Сол мынандай сап-сары гүлде аталық гүлдер болады. Солар болған кезде ол мынандай үш бұрышты болып келеді, тәріздес болып. Ана аналық гүлдері мынандай жалпақтау болып келеді. Сол егер гүлдер үш бұрышты болса, сол аталық гүлдер болады. Солар ғана түймейді. Одан кейін көбінесе мынандай қалың себіледі ғой. Жаңағы тұқымдары қалың болғандықтан сосын түймейді ол. Содан кейін жаңа тұқымдар, мысал үшін қолдан алынған ұрықтар болады ғой. Солар да екінші жылда өнім бермейді. Сондай көп гүлдейді, бірақ ешқандай мынандай түйнектер болмайды. Міне, мынау осы тынайткыч берген мен. Мен болған ешқандай химикаттан селитра, ештеңке берген емеспін. Міне өзі табиғи осылай. Мені қиярларым. Мен ешкімге ақыл айтпаймын. Мен өзім тәжірибемде ғана айтамын тек. Мен 1-2 жылдан бері атыз егіп жүрген жоқпын. Менің атыз еккеніме 20 жыл болған. Сол кезде өзімнің ғана тәжірибем бойынша айтамын. Мен ешкімге ақыл айтпаймын. Осы тынайткычты мен осығанда бергенмін. Міне, дәл осы. Міне, мына жерден түйнегі болатын болмайтыны ше, бүйтіп көрсеңіздер болады. Егерде мына гүлді біткен кезде мына гүл түсіп қалса, бұл түйнек болмайды. Яғни бұл түсіп қалады. Міне, нәтижесі тынайткычтың. Бұған да 10 күнде, 14 күнде беріледі. Осығанда берген. Міне тағы. Міне бәрі гүлдеп түйін болып жатыр. Міне мынау да міне гүлдеп жатыр. Міне. Мына жерлер бар ғой, менде аналық гүлдер. Мына жерде бағана іздедім, аталық гүлдер жоқ екен. Сол себепті аналық гүлдердің бәрі міне түйін болады. Міне. Осылардың бәрі аналық. Содан кейін бұл ше, бағана айтып кеткендей, тұқымына да көп байланысты. Не осы менің қиярлары. Не тынайткычтың әсері.
Mına жерlerini al. Mine tüyüp жатыр mına жерде. Kıyarlarım pişip жатыр mine. Kıyarlarım bu sude.